Қайыңды Алматы облысындағы сел көшкіні жылжығанның нәтижесінде бір ғасыр уақыт астам бұрын пайда болған көл. Алматыдан шығысқа қарай 280 шақырым жерде қарағайлы мен жапырақты ормандармен жабылған Күнгей алатауында орналасқан. Жолаушының көз алдында біршама сюрреалистік көрініс тұрады. Суға батқан кемелерге ұқсас тянь-шань шыршаларының діңгектері тура судың ішінен 15 метрге дейін көтерілгендей. Алайда суға түсем дегендерді өзгеше көрініс күтуде. Олардың көз алдарында желдің самалымен есілген су бетінде шағылып күн сәулесінен тараған кемпір қосақтың барлық түстерімен ойнақтаған саз балшықпен басылған ағаштар діңгектері көрінеді. 2010 жылдың маусым айында Қайыңды көлі сел тасқынмен шайылып кетті. Көлдің бүгінгі күндегі деңгейі 10 метрге төмендеген, ал судан өсіп тұрған шыршалы пейзажы енді қалпына келмес. Бұл орынға апаратын жол да бүлінген. Қайыңды өзені көлге құяды. Биіктігі шамамен 20 метр, екі жақты жартасты қысқыштан өтеді. Су ағып тұрған ағаштардың жоғарғы бөлігі бүйір бұтақтар мен қабығын жоғалтып алғандықтан ағаш ақ түске ие болған. Осындай панораманы көргенде су басқан эскадрильяны көрінісі ашылады. Жалаңаш ағаш бұтақтары батып бара жатқан кемелердің бағаналарына ұқсайды. Көлдің бетінің түсі үнемі өзгеріп тұрады және әдемі көк болып келеді. Бұл таңғаларлық түс 100 жыл бұрын суда болған әк және басқа минералдардан туындаған. Көлге жақындаған сайын су мөлдір болады. Кейде одан форельді де көруге болады. Су температурасының төмендігіне қарамастан Қайыңды көлі сүңгуір әуесқойларымен танымал. Озеро Каинды, в переводе с казахского на русский, изобилующее березами. Это неповторимое место. Главная достопримечательность озера – это ели, прямо из воды. Образовалась эта красота в начале 20 века в результате землетрясения. Вода, так же как и на озере Кольцай, не прогревается выше 6 градусов. Само озеро находится на высоте 1167 метров среди хвойного леса. Где еще можно увидеть такое? Путь к нему занимает 40-60 минут. Зависит все от темпа и сколько раз по пути остановитесь, чтобы сделать красивые фотографии. Наверное, вы уже поняли, что номера мест не означают, что какое-то из них лучше, красивее и интереснее. The nervous system of every person who goes to relax at Kaindy Lake breathes in a special way and is in special state. The combination of beautiful tyan-shan forests growing in the high mountains and conifers that give special beauty to the middle of the lake in this region, full in insatiable nature seems to in its beauty.